Барлықтарыңызға сәлем. Салмақ тастау кезінде жегім келген тамақтардың барлығының ПП версиясын дайындауға тырысамын. Бүгін ПП Цезарьды қалай жасаймын, сонымен бөлісетін боламын. Рецебі өте оңай. Майонездің орнына мен грек йогуртын пайдаланатын боламын. Ингредиенттердің барлығының мөлшерін описаниеда қалдырамын. Ең алдымен барлық ингредиенттерді турап аламыз. Айсберг капустасын осылай 4 бұрыштылап турадым. Одан кейін помидорды, тауық етін және жұмыртқаны турап, сырды теркадан өткізіп аламыз. Бұл салатты мен кешкі асқа дайындағанда жақсы көремін, өйткені бұл өте жеңіл әрі дәмді салат. Барлығын турап алғаннан кейін соусымызды дайындаймыз. Осындай грек йогуртын пайдаланамын. Грек йогуртына дәміне қарай тұз, чеснок қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған соусты салатымызға қосып, араластырып, бетіне тауық етін, жұмыртқаны салып, одан кейін сырды себеміз. Калориясы аз, бірақ өте дәмді салатымыз дайын болды. Көп уақытыңызды алмайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сізге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Мен салмақ тастау кезінде ПП тамақтарды қалай дайындадым, солардың барлығының рецебімен бөлісетін боламын. Сондай-ақ каналымнан күнделікті 4 уақыт тамақтануға болатын ПП тамақтардың оңай әрі қолжетімді рецептерін таба аласыздар. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.